Сәлем достар, мен бүгін зертханаға келдім. Менің есімім Серік Аягөз. Сәлеметсің бе, Аягөз? Аягөз, біз бүгін зертханаға екеуміз бірігіп зертхана жұмысын жасауға келдік. Саған зертханада жұмыс жасаған ұнай ма? Иә, ұнайды. Ендеше екеуміз бірігіп отырып, бүгін көпіргіштерді қалай жасалатынын бірге жасап көрейік. Бізге ол үшін не керек ең алдымен? Бірінші су керек, түрлі түстер бояулар керек, сұйық май керек, және көпіргіш таблеткалар керек. Біз ең алдымен суымызды құйып алайық. Аягөз, енді сен бояуды салып араластыра қой. Тағы кішкене бояу болса ғой. Енді осы су қосылған бояуға үстіне май құямыз. Оның үстіне көпірткіш таблеткаларымызды саламыз. Сала ғой, Аягөз. Бәрін бір аталы бір сала ғой. Мынаны сала ғой. Қарайықшы, суымызда не пайда болды? көпіршіктер пайда болды. Көпіршіктер пайда болды. Аягөз, саған ұнап жатыр ма? Иә, ұнап жатыр. Суымызда көптеген көпіршіктер пайда болды, иә? Апай, келесі тәжірибені мен жасап көрейінші. Мен судың тығыздығын тексеремін. Жарайсың, Аягөз. Ендеше бастаймыз. Оның бізге су керек, 2 боз стакан керек, және 2 жұмыртқа, және тұз керек. Онымен біз боз стаканымызға суымызды құйып алайық. Şimdi biz жұмыртқаны салып көрейік. Судың үстіндегі жұмыртқа бап бітті. Келесі суымызға тұзды сала, 5 тен тұзды саламыз. Енді салған тұзымызды араластырамыз. Тұзымыз, судағы тұзымыз еруі керек. Енді еріген тұзымызға жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқамыз судың бетімен қалқып шықты. Бұл жерде судың тығыздығы көрсетіп тұр. Балалар, сіздерге біздің зерттеуіміз ұнады деп ойлаймын. Енді келесі кезекке сау болыңдар. Сау болыңдар, балалар.